Орталық қалалық кітапхана Қазақстанның ұлттық тағамдары бойынша аспаздық бейне саяхат ұсынады. Атаудың өзі бауырмас, бауырласуға бауыр деген қазақ сөздерінен шыққан. Бұл аудармада бірігуге, туыстыққа, бауырға ұмтылу дегенді білдіреді. Бауырсақ түркі халықтарының дәстүрлі нанның бір түрі. Ол майға қонған, төртбұрышты немесе дөңгелек пішінді болады. Бұл тағамның пайда болу тарихы түркі халықтарының көшпелі өмір салтымен байланысты. Қазы жылқы етінен жасалған шұжық деп те аталады. Бұл қазақтың ұлттық тағамдары. Олар оны тартылған ет пен ет өнімдерінен емес, тұтас жылқы қабырғасынан жасайды. Бешбармақ. Қазақстан бешбармақтың отаны болып саналады. Өйткені мұнда ол ең танымал. Бірақ шын мәнінде бұл тағам көптеген ғасырлар бойы көшпелі халықтар үшін сүйікті болып келді. Елдің әртүрлі аймақтарында оны дайындаудың өзіндік ерекшеліктері болды. Классикалық рецепт бойынша жылқы еті, шұжық және қой еті, сондай-ақ көкөністер қолданылады. Ет бөліктерінің кішкентай болуы маңызды. Сонымен қатар жаңа піскен қамырдан кеспе бөлек дайындалды. Содан кейін ол кептіріліп майлы ет сорпасында қайнатылады. Пісірілген кеспе мен ет табаққа салынады. Қызмет көрсетер алдында ыдыс жаңа шөптермен безендірілген. Бешбармақты негізі қолмен жейді. Манты Қазақстанда өте танымал ет тағамы. Оны дайындаған кезде майдалап туралаған қой еті, сиыр еті немесе жылқы еті майлы маймен араласып дәмдеуіштермен дәмдейміз. Содан кейін жұқа иіренген қамырға орамыз. Көктал. Көктал осы елдің бірнеше ұлттық балық тағамдарына жатады. Көбінесе ол мерекелік кештерде ұсынылады. Ұлттық тағамдарға арналған рецепттер бар кітаптарды әрқашан біздің кітапханадан таба аласыз.